Адамзат денсаулығын сақтаудың басты шарты дұрыс тамақтану. Сондықтан тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Тамақ құрамының құндылығы басты назарда болғаны дұрыс. Тиімді, дұрыс тамақтану денсаулықты сақтауға, ағзаның қалыпты өсуі мен дамуына, жұмыс қабілетінің жоғарылауына және ағзаның қоршаған ортаның әртүрлі жағымсыз әсеріне қарсылығын күшейтуге ықпалын тигізеді. Дұрыс тамақтану дегеніміз күнделікті тұтынатын тағамды тепе-тең етіп пайдалану. Яғни әрбір өзіңізге қажетті калорияны жеткілікті мөлшерде тұтынуды айтамыз. Қазақ халқы ас адамның арқауы деп тегін айтпаса керек. Шындығында да адам денсаулығының басты кепілі бұл дұрыс тамақтану. Ауру астан демекші, кез келген ауруды астан табуға болады. Негізі дұрыс тамақтануды ұстанатын адамдар тауықтың не болмаса күрке тауықтың төс етін көбірек пайдалануға тырысады. Өйткені төс еті көп мөлшерде ақ уызға бай тағамға жатады. Бірақ та етті күнделікті тағам рационнан алып тастау қажет деген сөз емес. Оның құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Бастысы оны дұрыс пісіріп тұтынған жөн. Сондай-ақ мамандар қызанақ, қияр, авокадо, салат жапырақтарын және де басқа да көкөністерді жиі пайдалануға кеңес береді. Тағы бір ерекше атап өтерлігі күнделікті өмірде таза суды жеткілікті мөлшерде пайдалану. Ол үшін адам әуелі өзінің салмағын есептеп, соған сәйкес күн сайын қаншалықты мөлшерде су пайдалана алатын анықтай алады. Бірақ бұған күнделікті судан бөлек ішетін шәй не болмаса өзге де сусындарды жатқызуға болмайды. Дұрыс тамақтануға көшкен адамдар міндетті түрде спортқа ден қояды. Күнделікті уақытының бір бөлігін спортпен шұғылдануға арнайды. Ал осы дене белсенділігі дұрыс тамақтануға көп әсерін береді. Дұрыс тамақтану мен спортты қатар үйлестіре алып жүретін болсаңыз, көптеген жетістікке жетесіз. Дене мүсіңізде бірте-бірте тартыла бастайды. Артық майлардан тезірек құтыласыз. Бұлардың барлығын спортпен түзеп, әдемі сымбатқа келуге болады. Сондықтан дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанғанымыз жөн.